Армысыз қымбатты көрермен, тікелей эфирде дарынды балалардың өнерін насихаттайтын Даралайын бағдарламасы. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Гүлсина, біздің бүгінгі қонағымыз ерекше, дұрыс қой, Иә. Ол биші, бірақ ерте жастан-ақ танылып, Инстаграм және ТикТок желілерінің жұлдызына айналды. Оның билеген Озорной тигренок биі Инстаграм және ТикТок желісінде қателеспесем 32 миллион қаралым жинаған. Иә. Біздің бүгінгі қонағымыз Ерғайрат Адина Мадиқызы. Олай болса, біз көрерменнің қошеметімен ортаға шақырамыз. Және Дамира Нұрланқызы, жетекшісі. Қошеметпен ортаға шақырайық. Қош келдіңіздер. Біздің кішкентай ғана жолбарыс қыз, иә? Адина, қош келдің, көргенімізге қуаныштымыз. Енді әлеу желіде жаңа хит болды деп жатырмыз ғой, осы сөзімізге дәлел болсын. Біз бірінші кезекте Адинаның сол 30 миллион қаралым жинаған видеосын көріп алсақ, барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Жаңағы билердің барлығына қарасақ, ТикТокқа түсірілген видеолар бар, көбісіне қарасақ, бір жасанды интеллектімен жасалған сияқты. Олайда комментарий жазып жатқандар бар шығар, астына пікір қалдырып, Жоғында әлі болған жоқ. Қазір ана балаларға жасап қойған ғой, жасанды интеллектпен. Дәл содан аумайды. Енді не бәрі қазір 5-6 жаста, 5 жаста. 5 жаста. Осыншалықты баланы биге үйрету қиыншылыққа келмей ме жалпы сізге? Өздеріңіз үйреттіңіздер ме, жоқ, өзінің құлшынысы ма, мен осы биді түсіргім келеді, осы видеоны түсіргім келеді деген? О, баланың өз харизмасына байланысты ғой, өз таланты, негізі тума талант Адина деп айтсам болады. Әр өлеңге, ритмға сай өзіне сай билеп тұрады. Дәл қазір енді біз Адинаның өзін ортада қалдырып, жаңағы танымал болған биін бір көрсек, куә болсақ, ал біз әзірге жайғаса тұрайық. We
Тамаша. Қандай тамаша. Келе ғой, Адина. Иә? Жайғасып ал. Апайыңның жанына. Қандай керемет орындау, Адина. Қазір 5 жастың өзінде осылай өнер көрсетіп тұр, иә? Сіздің қолға неше жасында келді жалпы? 4 жасында келді. 4 жасында. Бір жылдың ішінде осындай нәтиже көрсетіп жатыр ма? Ең алғаш талантын қалай байқадыңыз жалпы? Басында келген кезде Құлшынысы болды ма өзіне? әрине болды. Негізі басында келген бірден байқаған болатынмын. Көзге бірден көрінді, алдыға тұрып, музыкаға қосылса ритмға сай билеп дегендей. Ең бірінші байқауға шыққан кезде қыздардың алдына қойған болатынмын. Себебі харизмасы бар дегенде ритмді өте күшті сезеді. Одан кейін жюрилар да айтты, мына қызды бөлек шығарыңыз, бір топты өзі жалғыз көтеріп тұр деген сияқты. Одан кейін ойыма келді да бөлек би құрып шығардым. Керемет. Бір кішігірім жетістіктерді бір-екеуін айтып өтейік жалпы. Осы бір жылдың ішінде Адина 2024 жылы республикалық дала сазы байқауының бас жүлде иегері атаныпты. Одан кейін 25 жылы республикалық Мақатаев оқулары бірінші орын, иә? Мақатаев оқулары демек өлеңді оқиды ғой? Иә. Өте тамаша. 2025 жылы республикалық жастарым байқауының VIP Гран-при иегері атаныпты. Және ең бастысы Ташкент қаласында өткен халықаралық Нұрай Арт Фест байқауында 2 түрлі бимен өнер көрсетіп, 2 биден де супер Гран-при иеленіп, Стамбул қаласына жолдама алыпты. Стамбулға қашан жүресіздер? Ата-аналарға байланысты ғой бәрі. Жалпы жоспарда бар, иә? Жоспарда бар. Жалпы бидің сәтті шығуы көптеген факторларға байланысты ғой. Костюм таңдау, музыка таңдау, би таңдау, соның ішінде қайсына көбірек мән бересіз? Бәріне байланысты ғой, негізі костюмға да, биге де, музыкаға, оның бәрін сәйкестендіріп біз таңдаймыз, қоямыз. Қыздарды әр дайындықты дайындаймыз. Жалпы бидің сәтті шығуы көптеген факторларға байланысты ғой. Соның ішінде костюм таңдау, немесе би таңдау, музыка деген. Сол факторлардың қайсына көбірек мән бересіз? Бұлар бір-бірімен байланысты. Яғни музыка да, костюм да, баланың қимылы да, біз әр дайындық сайын оның бәрін қамтимыз. Адинаның енді тиктокта, жалпы инстаграмда жұлдыз болуы басқа балаларға қалай әсер етті? Жанында қатарластарына. Адинаның өзіне қалай әсер етті? Өзі біліп сезді ме жұлдыз болған? Оны Адинадан сұрау керек сияқты. Адина, сен өзің сездің бе жұлдыз болғаныңды? Микрофонды алып жауап берсең болады. Айтамын. Саған кім айтты? Ой, тиктокта көп қаралым жинадың, 32 миллион болды деп. Бәрі айтты ма? Сен өзің сездің бе жұлдыз болғаныңды? Иә. Сені көшеде, мектепте тани ма сені? Иә, таниды. Суретке түседі ме сенімен? Иә, түседі. Не деп айтады? Ой, тигренок билеген қызсың ғой, дей ма? Иә. Өзіңе ұнайды ма? Иә. Болашақта биші болғың келе ма? Иә. Апайың биді қалай үйретеді? Ұрса ма, ұра ма жоқ әлде? Жоқ, басыңнан сипап, еркелетіп қана үйрете ма? Қайтып үйретеді апайың? Ұрса ма? Не деймін саған? Не деп айтады? Жалпы, айтып өтейікші, әр баланың психологиясы әртүрлі ғой, біреуіне жылы жұмсақ сөйлеу қажет, біреуіне керісінше ұрсу қажет. Осы тұрғыда Адинаға қалай үйретесіздер биді? Адинаға би үйрету өте оңай. Бір көрсетесің, бірден қағып алады. Демек өзінің де қабілеті мықты болып тұр ғой, иә? Шетелге алып шығу жағынан қиындықтар тумай ма? Спонсор болу, жаңағы қаржылай қолдау, немесе ата-ананың рұқсаты деген сияқты. Бізде спонсорлар негізі ата-аналар. Ата-аналармен сөйлесеміз, ақылдасамыз, одан кейін бірақ шетелдерге шығамыз. Солардың ең басты ата-аналардың қолдауы бізге маңызды. Ешқандай қиындық тудырмай ма 5 жастағы қызды шетелге алып шығу? Негізі ата-аналармен бірге шығамыз. Егер шыға алмайтын жағдай болса, онда қолхат алып, бірге алып барамыз. Болашақта енді Адинаның өмірі қалай өзгереді? Жалпы болса, би тұрғысынан бір әлемдік деңгейдегі додаларға алып шығу ойда бар ма? Бұйыртса, Стамбул күтіңіз десеңіз. Стамбул, Дубай, Анталия деп отырмыз. Көп кубоктар, медальдар, дипломдар алып келіпсіздер. Сол туралы айта өтсеңіздер. Қайсы ең ыстығы? Немесе ең бір қиыны, термен келгені қайсысы? Негізі әр конкурс әр түрлі келеді ғой.
жеке айта алмаймын. Қайсысы қиын, қайсысы жеңіл болғанын. Бір байқайтынымыз жаңағы балалардың додасында ешкімді ренжітпейді, барлығына бірдей жүлде беріп жатады, барлығына бірдей жаңағы кубок беріп жатады, медаль беріп жатады. Бұл жерде бір өтірік қолпаштау бар ма, жоқ әлде бұл шынайылық па, әлде балалардың көңілі қалып қоймасын деп барлығына бірдей сөйте ме? Негізі әр байқау әртүрлі келеді ғой. Жюриларға да байланысты, байқауға байланысты деген сияқты. Негізі қазіргі таңда енді көбісі ата-аналар ренжи бастайды. Содан кейін жюриларда қорқатын сияқты ата-аналардан сол себепті бәрін бірінші, екінші орын деп нетеді негізі. Бірақ та айтып өткендей, әр байқау әртүрлі қиын байқауларда болады. Ешқандай нені нетпейді. Үшінші орын, екінші орын солай береді. Қазір енді Адина әбден жұлдыз болып үйреніп қалды ғой, гран-при иеленеді, VIP гран-при деп жатырмыз, жаңағы бірінші орын. Мүмкін бір жарыста орын ала алмай қалады. Бұл қалай әсер етуі мүмкін Адинаға? Қайтып жұбатасыздар? Бізде бір не балаларды ондай тұрғыда, психологиялық тұрғыда дайындайсыздар ма жалпы? Бізде ата-аналарды дайындау керек сияқты ондай жағдайда. Балалар кішкентай болғаннан кейін кішкене оны мән бермейді. Оларға медаль алса, кубок алса, риза болады. Кішкентай жастағы. Енді үлкен жастағы 9-10 жастағылар енді көңіліне өте қатты алады ондайды. Адина, саған жалғыз өзің билеген ұнай ма, немесе топпен билеген ұнай ма? Басқа қыздармен бірге қайсысы ұнайды? Екеуі ұнайды. Екеуі де ұнайды. Тиктокты өзің түсіресің бе? Әлде маман көмектесе ме? Сценарий айта ма, жоқ әлде осыны түсір Адина деп. Өзің түсіресің бе? Өзі жаттайды. Тиктоктан көріп алады, өзі жаттайды, содан кейін мамасы түсіріп көмектеседі. Жаңа айттық қой, Мақатаев оқуларында бірінші орын иеленіпті 2025 жылы. Өлең оқиды ғой? Оқиды, Дәл қазір енді студияда бір өлең сұрасақ оқи ала ма, Адина? Адина, оқи аласың ба? Бір өлең оқып берші бізге. Жақсы оқып сабақты білім алып толамын, бөбектерді оқытар, мен мұғалім боламын. Мен мұғалім боламын деп тақпақ оқып жатыр. Енді мұғалім боламын дейсің. Мұғалім боласың ба, немесе биші боласың ба? Мамасына қарап қояды, бер жаққа. Мамаңнан қорқсаң, қолын көтер, құтқарамыз. Жалпы тұйық па өмірде, Адина? Жоқ, ондай емес, мүлдем ондай емес. Бүгін тек қысылып отыр, солай ғой? Иә, бағанағы видеоларын көрсек, харизмасы деген керемет. Ондай қызыңа ұялшақ тұйық болуы мүмкін емес деп ойлап отырмыз бізде. Десе де енді бүгін Адинаны көргенімізге қуаныштымыз. 2026 жыл енді басталып жатыр ғой. Жалпы алдыға қойған мақсаттарыңыз қандай? Ең бір конкурстың жаңа байқаулардың көп болатын кезеңі бола ма? Иә. Біз байқауларға енді дайындалып жатырмыз. Біздің жаңа 2 би дайын болды. Бұл өзі жеке Қаршайымы деген бір би жеке қойдық. Және де екінші топтық би Хорезм биін қойдық. Бізде енді дәл алдымыздағы дастарханда Жетісудың талантты ұрпақтары деген кітап тұр. Біздің Даралайынның әрбір бағдарламасын, әрбір шығарылымын осы кітапқа енгізуге болатын сияқты. Талантты балалар жайлы ғой. Біздің Жетісудың талантты бүлдіршіндері туралы. Адина бұл кітапқа қашан ені білгерді? 2025 жылы ұйымдастырушы анасына звондап, осы ұсынысты ұсынған болатын. Демек, тиктокта жаңағы жұлдыз атанғаннан кейін өздері хабарласты, иә? Иә, өздері хабарласып, осылай енгізетіндерін айтқан. Адина бізде қай бетінде тұр? Міне? 28. Өте көп ақпарат жазылған. Өзінің суретімен, керемет. Өнерің өрге жүзсін, Адина. Ең жаңағы жас талант иесі ретінде енді Гиннестер кітабына енсін деп, тілекшіміз біз Адина үшін. Біз енді келесі кезекте Адинамен студия төрінде тикток түсіріп алсақ, бәлкім біз де бірге жұлдыз болып кетеріміз, Қандай тренд түсіреміз, Адина? Өзінен сұрайықшы. Қандай? Қай трендті түсіреміз? Биле былай. Адина, биле былай деп айтсақ? Биле былай. Иә? Соны түсіреміз, Соңғы хит болып жатқан, Ақбота Нұрбақыт қызының биле былай деген трендін түсіріп көрейік, Ортаға шақырамыз, Адина жүра ғой. Бәріміз ба? Біз билемей артында тұра берейікші. Адина өзі билесін. 1, 2, 3. Неге тұрсың қимылдама, әуенімнің ырғағында биле былай. Менің жүрегімді жаулап алдың, жүрегіммен сені ғана сүйдім құлай. Жаным, неге тұрсың қимылдама, әуенімнің ырғағында биле былай.
харизмасы қосылады екен ғой. Жай ғана кадрда тұрған бізді де жұлдыз қылатын шығар Адина, иә, соған сенеміз. Дәл қазір енді Адинаның келесі биіне кезек берейік. Өзінің жеке орындауындағы Хорезм биі, қателеспесек. Жаңа енді Жолбарыс биімен таңғалдырды. Дәл қазір Хорезм биін билесін. Біз куә болайық, артынша алғыс хатымызды табыстайық. Ал Адина, өзіңді қалдырамыз ортада. Мархабат. Бәрекелді. Адинаның өнеріне тәнтіміз, иә. Біз енді арнайы Даралайының дәстүрі бойынша дәл қазір Адинаға өзіміздің бағдарламаның атынан алғыс хат табыстағымыз келіп тұр. Ортаға келсеңіз сізде. Республикалық Даралайн тележобасына белсене қатысып, ерекше білім мен өнерге қосқан үлесі үшін Адина Мадиқызына алғыс білдіреміз. Өнерің өрге жүзсін, Адина. Арнайы уақыт бөліп, біздің бағдарламаға қонақ болып келгендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Адина бұдан да биіктен көріне берсін, халықаралық деңгейдегі жұлдыз атансын, 30 миллион қаралым бұл бер жағы ғана болсын, Адинаны барлық әлем танысын. Рахмет сіздерге. Алғыс білдіреміз. Сіздерге де алғыс білдіреміз бізді шақырғандарыңызға. Рахмет.
Қымбатты көрерменіміз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Гүлсина, байқайсың ба, біздің жетісудың бүлдіршіндері, жалпы жастары барлығы да өте шетінен талантты. Бірі ән тұрғысында биікті бағындырып жатыр, бірі биші болып жаңағы әлеу желіде көпшілікті таңғалдырып жатыр, ал енді бірі ғылым мен білімге бет бұрып, тағы да біздің өңірдің үздік екенін дәлелдеп жатыр. Дәл қазір мен ортаға ерекше қонағымызды шақырғым келеді. Одан бұрын кішкене ғана ақпарат оқи өтейін. Алматы қаласында 2026 жылға 10 және 15 қаңтар аралығында Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігі, Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығы және Республикалық физика-математика мектебінің ұйымдастыруымен математика, физика және информатика пәндері бойынша 22-ші халықаралық Жәутіков олимпиадасы өткен болатын, және бұл олимпиадада біздің жетісудың таланттары үздік нәтиже көрсетті. Солардың бірі бүгінгі біздің бағдарламаның қонағы, болашақ өте мықты математик, дәл осы байқауда 3-ші орын иесі атанған, нөмірі 20-шы мектеп мамандандырылған лицейдің 9-шы сынып оқушысы Мұрат Исламбекті ортаға шақырайық. Қош келдің, Исламбек. Қош келдің. Көргенімізге қуаныштымыз. Медалімен жарқырап ортаға шықты, е? Қандай сезім жалпы медаль таққан? Өтте жақсы сезім. Бір 3-ші орынға деген бір не жоқ па, өкпе жоқ па? 3-ші орын емес, мен бір алуым керек еді деген. 3-ші орынға қатты өкпе жоқ. Өткені бұл 9-шы класс пен 11-ші класс арасында болды. Енді 11-ші класста 1-ші орын аламын деп ойлаймын. Біз де соған тілекшіміз. Енді өзіңді қонаққа студия төріне алдырайық. Кел, жайғасуыңа рұқсат. Әрмен қарай әңгімені отырып жалғастырайық, Иә. Жалпы осы байқаудың қалай өткендігі жайлы айтып өтші, бастапқыда. Бұл байқау жылда ұйымдастырыла ма? Қанша жылдан бері қатысып келатсың жалпы бұндай байқауларға? Осы Жәутіков олимпиадасы бұл 2003 жылдан бастап болып келе жатыр. Осы 22-ші Жәутіковский олимпиада бұл. Мен осы жылы бірінші рет барып тұрмын. Өткен оған 9-дан 11 сынып арасында барады. Математикаға қызығушылығың қалай пайда болды? Кезінде бірінші или екінші класстарда математикадан өте жақсы оқығам. Кезінде аудан болған мен өзім. Бірінші сыныпта РСП-ға барып, бірақ орнамай қалым, ладно. Одан кейін талантым бар екенін білдім математикадан. Сосын қазіргі таңға дейін математикаға дейін қызығушылық ашылды. Болашақ мамандығыңды осы математика пәнімен байланыстырасың ба? Немесе басқа мамандықтарын таңдайсың ба? Байланыстырам. Қандай мамандық? Мысалы, мен ошақта центр ашқым келеді, математикаға дайындайтын. Математикаға дайындайтын орталық. Ол 11-ші сыныптарды ұбытыға дайындай ма, жоқ әлде жалпы математикаға бейімдейтін орталық па? Жалпы нишқа, мысалға, олимпиадаға бүкіл. Мен енді өзім мектеп шағымда математиканы жақсы оқысам да, бірақ көп барғым келмейтін. Барлық балаларда сондай жағдай шығар, математиканы оқығысы келмейді, ол сабақтан қашатын. Бірақ сенің қызығушылығың ерекше, математикаға деген. Қатарластарың бар ма? Ой, математиканы несін ұнатасың, ми ашиды деген секілді. Айта ма? Ондай қатарластарды мен әлі кездестірмеппін, өйткені мен өзім 20-шы мамандырылған лицейде оқимын. Бәрі сен секілді? Бізде бүкілі математикаға қызықшылығы бар. Өткені бізде 20-шы лицей ол математикаға қарай бейімделген, терең оқытатын школа. Жалпы басты бағыты осы математика, физика пәндері, Физика мен математиканың ұқсас жерлері бар ма жалпы? Ұқсастығы? Мысалы, физика екеуі, мысалы, математика білмесем, физика саған өте қатты қиын болады. Ал егерде физика білмесем, математика өте қиын болады. Қиындалынған есептер түрі, Жалпы есеп шығарған кезде ең бастысы не деп ойлайсың? Логика ма, әлде шыдамдылық па? Мен есеп шығарғанда ылғи да ойлаймын,
главное логика болса и артынан тәртіп болса сен өте қатты биіктерге жетесің. Жәутіков олимпиадасы қандай бағытта өтті жалпы математика тұрғысында, иә? Қандай сұрақтар қойылды? Жәутіков олимпиадасында 2 тур болды. Каждый турда 3 есептен болды. Және де есептер өте қатты қиын болды. Мысалы, многочлен деп айтсақ та болады. Элер-высоко деген болды тағы. Қиын ба бұлар? Менің ойымша бар 9-10 сынды класстарға өте қиын. Бірақ Себебі өтпеген тақырыптар, иә? Осыған дейін олимпиадаларға қатыстың ба, немесе бұл сенің алғашқы олимпиадаң ба қатысып отырған? Осы алдында көптеген олимпиадаларға қатыстым, бірақ... Есте қалғаны қайсысы? Ең алғашқы олимпиадаң есіңде ме? Ең алғаш рет мен 7-ші сыныпта облыстық олимпиадаға қатысқам. Ол кезде аздай бал жетпей қалды, 1-ші орынға, 2-ші орын алдым. Ол да жеңіс. Біз сізге сұрақтар қойсақ, иә? Жалпы есеп шешуге қалайсыз? Тез бе? Көбейту, қосу, алу, бөлу деген сынды. Көбейту, қосу, олардан тезбін. Ойша есепте аласыз ғой, иә? Бірден. Сразу. Тез есепте аламын. Иә, айтып отырсың. Бұлай қойып көрейінші, 12 көбейту 6. 96. 12 көбейту 6. 72, иә? 72 қосу 250. 72 қосу 250. 322. 322. 322 бөлу 2. 161. 161 ме? Тамаша, иә? Үйдегілер ақша санайтын кезде қиналмайтын шығар, иә? Сені бірден қолдана ма? Ақша санаудың өте жақсымын, бай айтқанда. Өте жақсымын байша. Жалпы әлемді болашақта математиктер басқару мүмкін бе? Бір тың ойланып көрші, тереңірек ойланып көрші. Математика бұл қаншалықты керек жалпы әлемге? Ой, алмаймын, бірақ математика бір кішкене өзгеріс енгізетін шығар, бірақ қазір болашақта IT, яғни информатика дамытады деп ойлаймын. Математикадан кереметсің енді. Ал қалған пәндер ше? Қалған пәндер орташа 4-пен, былайша айтқанда. Тек математикаға ғана талантым бар. Өзің ұнатпайтын пән бар ма? Біз жаңа айттық қой, мысалы, математиканы ұнатпауы мүмкін көпшілігі. Саған қай пән ұнамайды? Мысалы, маған ұнамайтын сабақ ол химия. Химия? Химия? Математикамен ұқсайды емес пе? Көбісі ойлайды, химия мен математика ұқсас деп. Бірақ химияда ол формулалар андай небір жаттауын керексің. Қосында, элементтердің қосындысы и там бір түрі болады. Электрон, нейтрон, иә. Ондайға бейімдегем жоқ менің, ондай ұмытып қалам. Жаттау жағынан қиын. Қиын болады. Ғылыми жаңалықтар ашқан физик, математиктерді танисың ба, тұлғаларды? Мысалы, геометрияның ең күшті формасын шығарған Лемуштейнер деген бар. Ол қандай формула? Лемуштейнер формасы ол бізде үшбұрышқа и үшбұрышпен кругтың шеңбердің қиысқанда тең болатын қабырғалар туралы. Үшбұрышпен домалақтың, шеңбердің қиылысқанда тең болатын қабырғалар. Тағы қандай ғылыми жаңалықтар бар? Тағы Эйлер. Эйлер бар, тағы Фибоначчи бар. Ал соңғы 5 жылдықтағы бар ма? Немесе соңғы бір 2-3 жылдықтағы ғылыми жаңалықтар? Ол жағын қатты біле алмаймын. Бос уақытыңды қалай өткізесің өзің? Бос уақытында мысалы менде күніне 7-8 сағат бос уақытым болады. Математикаға қанша уақыт бөлесің? Математикаға мен күніне 5-6 сағат бөлем. 5-6 сағат? Иә. Телефонға көп уақыт жұмсайсың ба? Телефонға қарайсың ба? Телефон ойын ойнамаймын, мен сол үшін азақ уақыт жұмсаймын. Математикадан өзге қызығушылықтарың бар ма? Спорт жағынан болсын, болмаса тағы да басқа деген сияқты. Үй жағдайындағы. Математикадан басқа қызығушылық табайын десең, оған кішкене уақытта жетпей тұр.
Бізде сабақ графигі өте масштабный десек те болады. Мысалы сағат сабағымыз 8-де басталады да, 5-те бітеді, үйде 6-ға келесің, сол үшін уақыт жоқ. Ұстазың туралы айта өтші. Ұстазың кім? Менде так математика пәнінен ұстазым 5-6 класста Шынжырбай Оқайыр деген болған. 7-ден қазіргіге дейін Нұрлан деген ағайым бар, математикадан дайындайтын. Нұрлан ағайдың атынан шықтың ғой осы олимпиадаға, иә? Негізі жетекшім екеу болғанда, яғни екеуі де анасына дайындап тұратын мені. Сабақ ортасында сұранып тұрған. Поэтому екеуінің артында бардым атынан. Сабақтан қаласың ба? Жалпы. Жоқ әлде жиі қалмауға тырысасың ба? Мен сабақтан жиі қалмауға тырысамын, өйткені сабақ қалдырған оны жақсы деп ойламаймын мен. Программадан қалып қаласың, былайша айтқанда. Кейде бір есеп шығарып, миың шаршаған сәттерде, көп болады ғой ондай сәттер. Қалай демаласың? Миым шаршаған сәтте мен қалай тыңдасың? Ұялы телефон қараймын, немесе 2 или 3 сағат ұйықтап аламын. Бүгін енді өзіңді студия төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Бізде енді Даралайының дәстүрі бойынша келген мейманмен ойын ойнау міндетті. Бүгін енді біздің математик қонаққа қыздар қандай ойын дайындады екен көрейік. Өзіңді ортаға шақырамыз. Ал құрметті көрермен, біз ойын блогына кезек беру үшін әріптесіміз Айкерімді ортаға шақырып алайық. Сәлем. Әріптестер, қалайсыздар? Қош келдің. Сәлем Айкерім. Исламбек, қалайсың? Бүгінгі сергіту сәтіне, бүгінгі ойынға дайынсың ба? Дайынмын. Олай болса сіздер ақ диванда жайғасып ойынды тамашалайсыздар ма, әлде осылай бақылап тұрасыздар ма? Бақылап тұрайық, көмек қажет болса бірге ойнасақ та болады. Жақсы. Енді мен ойын шартын түсіндірмес бұрын көрермендер қатарынан бір ойын шалғым келіп тұр. Кім өз еркімен ойнағысы келеді? Кім ойнағысы келеді? Кім ойынға шыққысы келеді? Қанеке, сен шыға ғой. Бәрі ойнағысы келіп тұр. Математик қонақпен не ойнаймыз? Атын кім? Есімім Дулат Қысымбат, 27-ші орта мектеп гимназиясынан келем. Тамаша. Ал енді ойын шартын мұқият тыңдаңдар. Бұл сергіту сәтінде біз көзіміз жұмулы болады. Және де қолдарыңа осындай бір стаканнан беремін. Мені ұстап алыңдар. Медалін шешіп қойсаң болады? Кедергелдімесін шешіп қойған дұрыс шығар. Ұстай тұрсаң, Гүлсина. Мен енді көздеріңді байлаймын. Содан кейін қағазды мен кез келген жерге қоюым мүмкін. Сол жерде былай сеп табасыңдар да. Содан кейін стақанды сол қағаздың үстіне қоясыңдар. Ойын түсінікті ме? Сымбат, ойынды түсіндің бе? Ұстай ғой. Көзі жұмулы болады, иә? Иә, көзі жұмулы болады. Дұрыстап байлаңыз, ағай. Кел. Фобия жоқ қой қараңғылықтан, иә? Ау? Бас айналу, қорқу жоқ па? Бас айналу, қорқу деген жоқ қой. Қазір мен дұрыстап байлап берейін. Ой, әріптестерім ден дұрыс шарып тапсақ қайтын. Қатты қысып қойған жоқ па? Да. Ештеңе көріп тұрған жоқ па? Көрініп тұрған жоқ па, иә? Көрініп тұрған жоқ. Көзімізді жұмайық, иә? Жұмулы болса да. Мен Исламбектің көзін тексердім, түк көріп тұрған жоқ. Көріп тұрған жоқсың ма, ешкеке? Ал енді мен қазір қағазды қоям. Ең бірінші осы қағазды тауып, стақанды үстіне қоюымыз керек. Түсіндіңдер ғой, иә? Қолмен ұстауға. 1-2 дегенде бастайсыздар. Ал Әйгерім қағаз қойып ал. Қай жерге қойсам болады? Бірдей деңгейде қойсаң. Ал 1, 2, 3. Ар жүрек. Қолмен ұстауайым. Исламбек оңға қарай. Алдыға. Оңға қарай. Исламбек оңға. Алдыға. Артқа. Жарайсың. Болды, бізде қонағымыз жеңіп кетті, иә? Студия төрінде көрермен жеңіп кетті. Алғыс білдіреміз Исламбек саған. Кел ортаға. Ортада көз тұрған жоқ. Көзін шешуді ұмыт кеттім, ортаға келдік қойым.
қағаздарды алып алған. Ойыншыларға алғыс білдіреміз. Ештеңе етпес енді бүгінгі біздің қонағымызды көрермен жеңіп кетті, иә. Осындай керемет ойын ұйымдастырған Әйгерімге алғыс білдіреміз. Көрермен жайғасуыңызға рұқсат, және Әйгерім, саған да үлкен рахметімізді айтамыз. Сіздерге де көп рахмет. Ал бізде келесі кезекте арнайы даралайынның дәстүрі бойынша мейманға сыйымыз бар, иә. Алғыс хат республикалық даралайын теле жобасына белсене қатысып, ерекше білім мен өнерге қосқан үлесі үшін Мұрат Исламбек марапатталады, және алғысымызды білдіреміз. Биік шыңнан көрін, жаңа айттық қой, жақын арада ғылыми жаңалық ашқан тұлғаларды білмейді екенмін деп жатыр. Сол тұлғалардың бірі өзің бол, ғылыми жаңалық аш, үлкен олимпиадаларда ендігі алтынмен оралып студияға қайта келуіңе тілектеспіз. Ал қымбатты көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз. Келесі жексенбіде кездескенше.